Assalamualaikum достар. Біз бүгін қатпарлы әрі сондай жұмсақ дәмді пиязынан дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Алдымен қамырын илейтін боламыз. Ол үшін суымызға тұз бен сұйық майды құйып араластырамыз. Кейін илектен ұнды өткізе отырып қасықпен араластырамыз. Біраздан соң қолымызбен жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырды жарты сағат тындырамыз. Салмасы үшін бізге пияз қажет болады. 5-6 пиязды жіңішке етіп турап шығамыз. Тұз, бұрыш қосып жақсылап араластырамыз. Қолымызбен сөлі шығуы керек, пияздың жұмсақ болуы қажет. Тынған қамырларды 4-5 бөлікке бөліп, тағы илеп тындырып қоямыз. Кейін қамырларымызды өте жұқа етіп жайып шығамыз. Майды ерітіп, қамырымызға толықтай жағамыз. Кейін пиязымызды өте көп қоймаймыз. Аз болғаны жақсы, өйткені пияздың барлығы шығып кетпес үшін. Орталары ашық болса ештеңе етпейді. Шетінен бастап жіңішке етіп орап шығамыз. Барлық қамырға дәл солай майды, сары майды немесе маргаринді ерітіп жағып шығамыз. Барлығын видеодағыдай жасаймыз. Кейін оқтаумен немесе қолмен табамыздың көлеміне дейін жаямыз. Табамызға май құйып, қыздырып, екі шетін 4-5 рет аунатамыз. Яғни қызарып, жақсылап іші толықтай пісуі қажет. От қатты болмау керек. Орташа отта осылай айналдырып, екі шетін барлығын жақсылап пісіріп аламыз. Пияз нандарымыз дайын болды. Өте дәмді, қатпарлы, жұмсақ болып шығады. Бірден тауысып қояды. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер.